Міне Алланың құдіреті. Қытай исламда ауру деді. Алла оларға ауру берді. Қытай Құранды вирус деді. Алла оларға коронавирусын жіберді. Қытай Алла деген мұсылманды түрмеге жапты. Алла олардың бүкіл қалаларын түрмеге айналдырды. Қытай олар мұсылман әйелдерінің басындағы хиджабты зорлап шешкізді. Алла олардың әйелдерінің барлығының басына мәскеден хиджаб кигізіп қойды. Ол аз десеңіз, Алла оларды сол бір жапырақ шүберекке маскеге зарықтырып қойды. Қытай исламның өз елдеріне кіруіне тыйым салды. Алланың қалауымен бүкіл әлем олардың өз еліне кіруіне шектеу қойды. Бұл қандай керемет күш! Бұл күш Алланың құдіретімен келген, көзге де көрінбейтін жер бетіндегі ең кішкентай вирус. Бұл Алланың ескертуі. Алла, барлық нәрсеге сенің ғана күшің жетеді. Елімізге, жерімізге амандық бере көр. Жазған ақын Серік Боқан.